Өз-өзіңе сенімділік ұялату үшін қолыңа алған қандай да бір істі әуелі там-тұмдап, аз-аздан баста. Қазақтың тамшы тас теседі дегені сияқты. Бірақ ұдайы үзбей жаса. Там-тұмдап болса да сапалы атқарылған іс жиылып тауға айналады. Мұхаммед пайғамбар істің ең қайырлысы аз болса да ұдайы жасалғаны деп осыны айтады. Бұндай аз-аздан іс атқару тәсілі Жапонның кайдзен бағдарламасында да бар. Ұлт көсемі Әлихан Бөкейханұлының «Ұлық іс ұсақтан ұлғаяды, кірпіш зор емес, қаласан қандай зор үй шығады» дегеніндей. Абайдың ақырын жүріп, анық бас, еңбегін кетпес далаға дегені сияқты үздіксіз жасалған іс түбі нәтижелі болады. Мысалы, адамның көбі кітап оқу үшін арнайы демалыс күндерін күтеді, немесе санаторий сияқты тыныш орын таңдайды. Келесі кітапты оқу үшін тағы сондай. Сөйтіп, жылына 1-2 кітап оқуға ғана үлгереді. Өйткенше, күнде таңмен немесе кез келген ыңғайлы уақытты белгілеп, күніне 3-5 беттен үздіксіз кітап оқуды дағдыға айналдырған тиімді. Бұл тәсіл арқылы әр 2 ай сайын 250-300 беттік бір кітап оқып тастайсыз. Кейін күндік нормасын 7-10 бетке көбейтсеңіз, ай сайын бір кітап оқисыз. Сөйтіп, сізде күнделікті кітап оқу дағдысы қалыптасады. Мұның пайдасы зор. Ғылымда кішкентай болса да, бір істі тындырған кезде адам ағзасынан эндорфин гормоны бөлінеді дейді. Бұны бақыт гормоны деп атау тегін емес. Аталған гормон бөлінген кезде адамның көңілі көтеріліп, тұла бойында келесі іске шабыты оянып, өзіне деген сенімділік пайда болады. Осылай там-тұмдап үзбей атқарылған істің нәтижесі адам сенгісіз, әсерлі болатын көрінеді. Кішкентай істің үлкен әсері жайлы өз өмірімнен қарапайым мысал келтірейін. Әр жұмыс күні ең әуелі есік алдындағы күзетші, тазалықшы қызметкерлермен шынайы амандасып, олардың қасында аз аялдап, қал жағдайын сұраймын. Атқарып жүрген істеріне рахметімді білдіремін. Осы болмашы дүниенің нәтижесі де керемет. Жылы жүзбен амандасып, көңіл бөлгеніме олардың қуанғанын көрсеңіз ғой. Олардың күні бойы көңілді жүргенінде байқауға болады. Олардың қуанышын көріп, менің де көңілім көтеріліп қалатын. Бұлай жасау ең әуелі өзіме ұнайды, сондықтан өмірлік әдетіме айналды. Бірде омыртқа сүйегімді қалпына келтіру үшін арнайы медициналық орталыққа барып, 1 ай жаттығу жасадым. Орталыққа таңмен таласа барып, тазалықшы апаймен массаж жасайтын маманға жылы жүзбен амандасып, арнайы ала келген алма, алмұрт секілді жемістерді ұсынып, жұмысына сәттілік тілегенімде көңілдері көтеріліп қалғанын аңғардым. Кейін мен келмей қалған күндері алаңдаушылық білдіріп, сұрастырғанын естідім. Сол сияқты, өткенде супермаркеттегі бір қызметші апайға амандасып, жұмысын қандай ұқыптылықпен жасайтынын айтқанымда, шекесі тырысып тұрған әлгі адам бірден көңілденіп, 40 жылғы сырласындай, сатып алушылардың бәрі секілді болса ғой, ато бәрі шетіне нервный деп мұңын шақты. Кейде болмашы істің әсері біз күткеннен де үлкен болады. Алла елшісі ешбір жақсылықты мынаның сауабы мен пайдасы кем деп азырқанбай жасай бер. Тіпті ол іс ұшырасқан адамның жүзіне күлімсіреу болса да деген. Мұндай қарапайым жақсылықтың қарымы басқадан бұрын өзіңе қайтады, көңілің көтеріледі. Келесі іске шабытың оянады. Ең бастысы, өзіңе сенімділік ұялайды.